Омыртқа адамның денесін, тұла бойын тік ұстап тұратын, жұмыс жасап қозғауына мүмкіндік беретін һәм іс-қимылды реттеуге көмектесетін маңызды тірек. Сондықтан оның ешқандай ауыр соққы алмауына, үлкен жүк пен күштің астында қалмағанына мән беріп жүргеніміз жөн. Өйткені омыртқа аурулары басқа да дене мүшелерінің және ішкі ағзаның алуан түрлі дертке шалдығуына әкеліп соғады. Омыртқаны ауыртып алмау үшін қандай жаттығулар жасап жүру керек? Маманның кеңесін тыңдаңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей мен Face Fitness тренері Бақыт Али. Мен сіздерге бүгін арқаға, яғни омыртқаға арналған жаттығулар және де екі қастың ортасындағы әжімге арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Ең бірінші жаттығу бұл омыртқаға арналған жаттығу, яғни ол үшін бір қолды арқаға қарай түсіреміз, екінші қолмен шынтақты барынша, яғни күшпен барынша басамыз. Сол кезде мынау саусақ және білектер омыртқаның бойында жату керек. Осы позицияда 30 секунд ұстаймыз және де өте терең демаламыз. Егер де басыңыз алға кетіп қалса, онда тұрған ештеңе жоқ. Яғни бұл жерде ең бастысы мынау омыртқа және қолтық және де иықтың барынша тартылуын қамтамасыз ететін жаттығу. 30 секунд өткеннен кейін қолды жоғарыдан төменге қарай ақырын, яғни өз орнымызға қайтадан келеміз. Дәл осылай жаттығуды екінші жаққа да қайталауды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығу екі қастың ортасындағы әжімге арналған жаттығу. Көбімізде қабағымызды түйген кезде бұлшықеттердің жиырылуына байланысты, яғни екі қастың ортасында осындай әжім пайда болады. Сол әжіммен арылу үшін теріні, яғни бұлшықет деңгейінде, яғни аламыз. Ауырсынулар сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан да осы деңгейде 30 секунд ұстаймыз. 30 секунд өткеннен кейін, яғни жаңағы жиырылған терімізді жақсылап тұрып, яғни жазып массаж жасаймыз. Массаж да 30 секунд жасалынады. Міне қымбатты көрермен, осымен біздің жаттығуларымыз бүгінге аяқталды. Келесі бағдарламада өзге де жаттығулармен таныстыратын боламын. Әдемі болуға сізде лайықсыз.